Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allah Taala'ga maqtovlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga сәлем, салаваттар болсын. Құрметті мұсылман қауым, қазіргі тақырыбымыз, айтылатын тақырыбымыз уақып сарқылмайтын садақа. Яғни бұл уақып белгілі бір мүлікті одан түскен соны уақып етіп, соны үстіндегі пайдасын халықтың игілігіне пайдалану. Сол себепті Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді, адам қайтыс болғаннан кейін үш нәрсе артынан барып тұрады дейді. Біріншісі сол садақатыл жария. Садақатыл жария дегеніміз одан үзілме бір мешіт салу, мектеп салу, елдің игілігіне пайдаланатын бау-бақша, құдық қазу, сол елдің игілігіне пайдаланатын нәрселерді үзілмей барып тұратын садақаның түрін міне осылай айтады. Екіншісі пайдалы білім, үшіншісі ізгі ұрпақ дейді. Имам Муслимде келеді. Енді уақыптың түрлері көп. Мешіт салсаңыз, медресе салсаңыз, немесе ақшалай мал мүліктің содан түскен пайданы елдің игілігіне пайдалану. Медресе салу, ғимараттар салу, сол нәрседен жалға берілген нәрселердің ары қарай үстінен түскен пайдасын елдің игілігіне пайдалану. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям заманында Хазірет Омар радиаллаху анху Хайбар соғысында оған сондай бір жақсы жер, құнды бағалы жер оның үлесіне тиеді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алдына келіп, Алланың елшісі, мен мұнан не істейін деген кезде, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Қаласаң деді, бұны пайдалан, одан кейін оның үстіндегі нәрселерін ағайындарыңа деді, пайдасын жеткізетін өнімдерін уақып ет деді. Сол себепті бұл уақып деген нәрсе сіздің игілігіңізде тұрады, және оны ары қарай үстінен түскен пайданы, өнімді елдің игілігіне, Құран оқуға беруге болады. Одан міне түскен оның да үлесі болады. Құран оқып, хари, хафиз, имам болып ертең елдің несіне пайдаланып жатса, осы уақып қылған адамның үлесі де соның арасында болады. Сол себепті құрметті жақсылар, бұл қазақ даласында бұл уақып деген нәрсе бір таңсық нәрсе емес. Бұрыннан ата-бабаларымыздан келе жатқан осындай ізгі істерді бабаларымыз істеп келген, енді болашақта істейді де өскелең ұрпақ. Соны Құда қаласа, Алла қаласа, құрметті ағайындар, міне осындай уақыпқа да көңіл бөліп, елдің игілігіне де, бұл өмірімізде де, ақыретімізде де қатар алып жүрсек, нұр үстіне нұр болады. Алла субхана тағала баршаларымызды, ниеттерімізді, әрбір істеген істерімізді, уақып жасап атқан игі істерімізді Алла Тағала қабыл қылып, ақыретте жүздерім жарқын болулардың қатарында болуды Алла нәсіп етсін. Бирахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар.